Қанша литр екені белгілі ма? Жоқ, белгісіз. Ал ол бізге 100% не болып тұр? Су болып тұр. Енді екеуі осы қоспадан пайда болған, 15 қосылған X міне қоспа пайда болды. Екеуін былай қосатын болсақ. Барлығына сәлем, менің есімім Асқарбек, мен математика пәні мұғалімі, мен айына орташа есеппен 500-600 аралығында аламын. Енді математик болу негізі бұл әжемнің сенімінің арқасында деп ойлаймын. Әжем маған күнде осы үйде отырған кезде айтатын да, Асқарбек, сенің математикадан қолыңнан келеді, шығара аласың, сен қолыңнан келеді деген секілді. Енді әрбір кезде сол қиын болып уақытқан кезде сол әжемнің сөзі есіме түсіп кететін да, Асқарбек қолыңнан келеді, қолыңнан келеді. Ой, әжем менің маған сеніп тұрғанда мен қалай өз өзіме сенбеймін деп солай талпындым, тырыстым. Енді сол математика келген соң, енді оқушыларға барлығын түсіндіре алатын мықты математик болып қалыптасу міндетім ретінде санадым. Енді қазіргі кезде біз саудагердің көзқараспен қарайтын болсақ, мысалы саудагер магазиніне кез келген затты рандомно келіп қоя салмайды ғой, ол бірінші тұтынушыларды зерттейді, не керек, не қажет екендігі. Сол секілді бізді саудагер ретінде өз білімімізді сатамыз, яғни ол білімімізді қалай оқушыларға қалай өтімді болады, сол жағын қарастыру керекпіз. Жалпы өзім мысалы оқушыларды не нәрсеге қызығатындығын соны қараймын. Мысалы кейбіреулер бір кино болсын, немесе біреулер бір аниме болсын, сол манга болсын, сондайларға әртүрлі қызығушылықтарын көрсетіп атады. Мысалы бір оқушыларды бақыладым, кейбір кітапты оқуға ерінетін оқушы жаңағы манганы әкеледі, қоңыраудың арасында да оқып отырады. Соны күні бойы оқып жүреді. Яғни осыны біз көрдік, яғни осыны біз математикаға қалай енгіземіз. Математиканы біз жалпы мықты реклама беру керекпіз, оны біз аниме арқылы түсіндіру керекпіз, оны біз жаңағы әртүрлі кинолармен, кинодағы кейіпкерлермен, анимедегі кейіпкерлермен жалпы өмірдегі оның қолданысын көрсету арқылы түсіндіру керекпіз. Себебі көп оқушыларды сұрақ туындайды да, мынаны өтіп атамыз, бұның біз өмірде қажеті не деген. Соны өмірде қажеттілігін көрсете отырып түсіндірсек, онда оқушылар, мынау расында бұлай пайдалы зат екен ғой деген көзқарас қалыптасады. Не үшін TikTokқа келдің? Енді TikTokқа да келу себебім сол оқушылар болатын да, оқушылар айтады, TikTok деген бір әлеуметтік желі бар, сол әлеуметтік желіде өте көп оқушылардың отыратындығын білдім, және ол жерде мысалы кейбір шетелдік әртүрлі мұғалімдер видео жүктейді екен. Сонда айтады да, егер де осы мұғалім секілді менің мектептегі мұғалім сабақ берсе, онда мен математиканы жақсы көріп кететінем деген. Сондай сұрақтың. Сосын мен де неге қазақша контент бастайтын бір математик болмайын деп, сол жалпы өзімнің қазіргі жүргізіп жатқан тек қана қазақ тілінде жүргізіп жатырмын сол контентті. Оқушылармен бір толқында боламыз да. Мысалы мен оқушылармен TikTok туралы айтам, сосын әртүрлі анимесі, ағай, мынау анимені көрдіңіз бе? Иә, көрдім дейді. Мысалы Клинок Расикаши Демов деген, соны оқушылар көп көреді да, мен соны векторларды сол арқылы түсіндірдім. Жаңа ол кейіпкерлерін айттым, сонда оқушыларға сол өте қатты өтімді болып, сол тақырыпты жақсы түсінді. Енді көптеген отзывтар бар, яғни осы мұғалім сабақ берсе математикада қатты мықты оқитын дегенде комментарияларды көрдім. Жалпы математика таңдайтын, математик болғысы келетін оқушыларға айтарым, сіздер бермеңіздер. Есеп шықпай қалса, ол есепті шығару үшін күнделікті әрекет жасаңыз, біреуден сұраңыз, интернеттен қарап көріңіз. Яғни тіпті сол есеп шықпай қалған кезде сіздің түсіңізге кіретіндей болу керек та. Сондай дәрежеге жеткен кезде ол математика түсініп кетесіздер. Менің қолымнан келмейді деген сөзді анау алысқа апарып, бір 7 қабат жердің астына салып қойыңыздар, мен мықтымын, мен қолымнан келеді деген сондай ғана позитивті оймен ғана жүріңіздер деген керек. Жалпы өмірдің формасы қандай? Өмірдік берілмеу плюс еңбек.